Сабағымыз басталды. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Сіздерді мында ортаға шақырамын. Қазір біз сіздермен түрлі елдерді қалай амандасатын екенін орындаймыз. Жақсы. Ал енді амандасудың түрлері осындай. Қазақтар бізде қол ұстасып амандасады. Бразилияда құшақтасады. Керемет. Италияда иығынан қағады. Зимбабведа арқамен амандасады. Керемет. Никарагуада шынтақпен амандасады. Ал Австралияда шапалақ ұрып амандасады. Енді орындарыңызға жайғасыңыздар. Рахмет сіздерге. Бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Жақсы балалар, енді сіздерге осындай тапсырма, мақал мәтелдерді тап деп аталады. Бұл ашық хаттан сіздер не істейсіздер? Мұнда жасырылған мақал мәтелдердің жалғасын тауып ортаға айтасыздар. Қареке. Енді қазір осы мақал мәтелдердің жалғасын біз айту керекпіз. Кәнеке, бұл екінші топ бізде алғашқы болды. Жеті тілім бар, жеті түрлі білім бар. Дұрыс. Қандай сөз жасырылған болды? Білім. Сып қалған. Білім деген сөз сып қапты. Жақсы. Так, енді бірінші топтан. Білім басы, бейнет, соңы, зейнет. Жақсы. Ол жерде жасалған сөз білім. Білім болды, не? Жақсы, керемет. Так, сіздерде өнер алды, қызыл тіл. Қандай сөз жасырылған болды? Өнер алды, қызыл тіл жасырылған болды. Жақсы. Так, қане тағы да? Жат асына қарайды, дос басына қарайды. Так, керемет. Білім, бұл жерде жасалған сөз білім. Білім, жақсы, керемет. Тағы да бар ма? Жасырылған мақал мәтел. Өнер алды, қызыл тіл. Өнер алды. Өнер алды, жасырылған болды. Жақсы. Рахмет балалар, енді өз-өзіңізге қол шапалақтайық. Тағы да бар ма? Я? Айта қойды. Шашу оңай, жинау қиын. Қандай сөз түсіп қалған? Шашу деген болған жоқ, және? Оңай, е? Жақсы, рахмет. Болды ма енді түгел мақал мәтелдерді сіздер таптыңыздар. Жақсы балалар, енді сіздерге келесі бір тапсырма. Кәнеке, барлықтарыңыз міне экранға назар аударыңыздар. Бұл кросс-сенс әдісі деп аталады. Осы әдіс арқылы сіздер тақырыпты қазір анықтап алу керексіздер. Яғни не істейсіздер? Мына суретке назар аударып, өздеріне әлгі берілген ұғымдарға атау бермейсіздер, нақты атау бермейсіздер. Тек қана соларға тән не қасиеттер мен іс-әрекеттерді ғана табу керексіздер. Кәнеке, бірінші сурет бойынша кім? Дилара кімдер? Көзіке ғой? Бұл қандай суретке айтасың? Бірінші суретте осы бұл адам бізге адамдарға ғимараттар құрып береді. Ғимараттар құрып береді, жақсы. Отырағы келесі суретке кім шығады? Сіздердің топтарыңыз тезірек ғана. Бұл суретте дәрігер науқастарды емдейді. Жақсы, рахмет. Атамау керек негізі, атамау. Атап қойды. Диана. Бұл суретте бұл адам біз тазалықты сақтайды және жинастырады, жуады. Жақсы, рахмет. Келе қойасың. мына суретте бізге білім беретін адам және тәрбие беретін адам
бізге ақыл айтып білім береді. Бағдар береді ба? Жақсы, рахмет. Тағы бір кім шығады? Осы топтан аз бала шықты, кәнеке. Кел, Дархан, кел. Тағы да қай сурет бізде қалыпты? Соның әрекеттерін, қасиеттерін айта ғой. Жақсы, рахмет. Келесі кім? Осы топтың тағы біреу шықсыншы. Кел, Әләқпан. Тез шаға. Тағы да бізде екі сурет қалды, сол бойынша. Бұл қыз бебелейді, жақсы. Бебелейді, тағы да қандай өзі бардап келеді. Бұл суретте адамдар шаштарды. Ой. Бұл суретте адамдар шаштарын және олардың қалай айтсам сыртқы келбетін жинастырады. Жақсы. Рахмет. Ал балалар, осылардың жаңа әрекеттерін сіздер қасиеттерін айтып, енді не деп ойлайсыздар? Бұларды ортақтастыратын қандай? Маманды дұрыс айтасыздар. Неге біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз да мамандық таңдау деп аталады. Біз бүгінгі тақырып бойынша сіздермен осындай мақсаттарға жетуіміз керек. Бірінші, сіздер мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі деректердің мазмұнды тұстарын анықтап жаза алу керексіздер. Екіншіден, сіздер сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдана алу керексіздер. Жақсы. Енді балалар, осы сабақтың бүгінгі біздің мақсатымыз келесідей. Мәтін құрылымын сақтай отырып, сіздер графиктік мәтіндегі деректердің мазмұнды тұстарын анықтап жаза алу керексіздер, және перифраздарды дұрыс қолданып, сұрақтар құрастыра алу керексіздер. Және бүгінгі сабақтың бізде бағалау критерийлері біздер графиктік мәтіндегі деректердің мазмұнды тұстарын анықтап жаза алатындай жағдайда болу керексіздер, және перифраздарды дұрыс қолдана алу керексіздер. Жақсы. Енді осыған байланысты балалар, сіздер қазір тыңдалым мәтініне берілген аудио мәтінді тыңдайсыздар. Бұл мәтін бойынша бірінші тыңдап алғаннан кейін сіздер перифраздарды қолдана отырып, осы мәтіндерден ішінен сұрақтар құрастырасыздар. Перифраз дегенімізді қалай түсінесіздер? Қандай термин бұл? Кәнеке, перифраз еске түсірейікші? Заттың құбылысын атын тура атамай, оны суреттеп белгілеу. Жақсы. Тағы да бар ма қосатын? Жақсы. Ал енді тыңдалымды қазір тыңдайық, мұқият. Қараңғыда көздері шоқтай жылтыраған қасқырлар оқтай зулап келіп, отардың ішіне қойып кетті. Сойылын көтере ұмтылған қоспан алдын бөгей алмай қуа шапты. Сөйткенше ақ жарқырап екі-үш саулықтың қарны ақтарылып қалды. Қауіп қатердің бәрін ұмытып, қоспан қасқырға сойыл сілтеді. Жамбастан тиген соққыдан арлан шойырылып, артқы аяғына отыра кетті де, тісі ақсиып, қоспанның өзіне қарай бұрылды. Бірақ бұл кезде тор төбел иесінің қайта көтерген сойылын серметпей, екпінімен алып кетті. Жақсы. Тыңдап болдық қой, иә? Енді қараңыздар, осы мәтінді сіздер тыңдадыңыздар. Осы мәтін бойынша екі сұрақ құрастырасыздар. Бұл сұрақтарды сіздер әр топқа бөлесіздер. Ал екінші топ болса, олар ол сұраққа жауапты дайындап қойды. Жақсы ма? Ал іске сәт балалар. Жақсы балалар, осы тапсырма бойынша бізді жұмыс аяқталды. Барлық топтар бір-бірімен ақылдасып сұрақтарын дайындады деп ойлаймын. Ал кәнеке, қандай топ бірінші бастайды, өз сұрақтарымен бөліскісі келеді? Қандай перифраздарды қолдандыңыздар, кәнеке? Біз тапсырма берілгенде перифразға сөйлем салып құрады. Мен мына топқа сұрақ қойым келеді. Жақсы. Шопан мен азу түсті жыртқыштың тағдыры не болды?
Бұл жерде перифраз азу түсті жануар және шопан. Жақсы. Так, жауап бірден айтсын ба бұлар? Я жауабым Жақсы. Ал, Канеке. Қасқыр өзі сонда өліп қалып, ал малшы өз үйіне қойлармен бірге қайтқан. Так, дұрыс па екен? Я. Жақсы, рахмет, отырабы. Екінші сұрақ, осы топқа енді үшінші топқа қоясыздар. Бақташының азу түсті жануарға деген қатыгездігін қалай түсіндіруге болады? Бұл жерде перифраз бақташы, азу түсті жануар және қатыгез. Так, Канеке. Себебі қасқыр қойшының малын жеп қойды. Я дұрыс. Я. Жақсы, рахмет. Ал енді тағы да осы топ сіздер енді сұрақ қойыңыздар. Бірінші және екінші топқа. Канеке, кім қояды? Тыңдаймыз, бірінші топ, бірінші сіздерге. Бөрілердің көздері қараңғыда қалай жалт-тұрады? Қасқырдың көздері шолақтай жылтырады. Дұрыс па екен? Жақсы, сіздер қандай перифраз қолдандыңыздар? Қасқырдың орны? Бөрі, жақсы. Екінші сұрақ енді екінші топқа. Мерей оқиды, иә? Так, Канеке, барлығымыз жұмыс жасаймыз. Бұл жерде малшының еңбегі өте қиын, себепті де ол өте жауапты жұмыс және де қиын да болады, себебі сен үлкен жауапкершілік аласың және де малдарға қарап, оны сен тағы да оған да жауапкершілік аласың. Менің ойымша, бұл қиын жұмыс. Дұрыс па екен? Жақсы, рахмет сіздерге. Енді бірінші топ, сіздер 2 мен 3-ке сұрақ қоясыздар. Канеке, Кәне, сіздерге шыңыз айтады. Бөрінің аяғына не болды? Алдыңғы аяғының тырнағы сырмағына қадалып қалды. Дұрыс па? Жақсы. Қандай перифраз қолданыңыздар? Көп бөрі, жақсы. Екінші сұрақтарыңыз бар ма? Неге қоспанның дене қызуы төмен түсе бастады? Өйткені олар айызда көп жүрді. Дұрыс па? Жақсы, керемет. Ал мына тапсырмамен сіздер перифраздардың түрлі тәсілдерін қолдандыңыздар, сұрақтар құрастырдыңыздар. Және құрған сұрақтарын топта бір-біріне қойдыңыздар, және де жауапты да тыңдадыңыздар, иә? Жақсы. Онда балалар, мен сіздерге мына әр топқа осындай кілтті, алтын кілтті ұсынғым келеді. Себебі сіздер жаңағы тапсырманы бұлжытпай, тез арада және де дұрыс орындадыңыздар. Бүкіл дескрипторларды сақтадыңыздар. Рахмет сіздерге. Мынау сіздердің топтарыңызға, бұл сіздердің топтарыңызға, бұл үшінші топқа беріледі. Жақсы. Жақсы. Енді келесі тапсырма сіздерге балалар. Алдарыңызға мен барлықтарыңызға жеке-жеке мәтіндер таратқан едім. Сол мәтіндерді қазір оқи отыра, сіздер мына сұрақ жауап әдісі арқылы сұрақтарға, дайын сұрақтарға не істейсіздер? Мәтіннің мазмұны бойынша жауаптар бір-бірімен ақылдаса келіп табасыздар. Жақсы ма? Ал сіздерге қазір уақыт беріледі. Іште оқып шығыңыздар әр мәтінді. Ал Канеке, топтарымыздың жауаптары дайын сияқты. Енді қазір бірінші, Канеке былай бөліп тастайықшы. Бірінші және екінші сұраққа бізде үшінші топ жауап берсін. Үшінші, төртінші сұрақтарға екінші топ жауап берсін. Және бірінші топ сіздер 5 пен 6-шы сұрақтарға жауап бересіздер. Жақсы ма? Бірақ қарап шықтым, түгелдерінде сұрақ жауаптарыңыз бөлікен барлығы бар. Бірақ енді қазір бөліп алайық. Канеке, үшінші топ. Бастаңыздар. Қандай жауап? Бірінші сұрақтың жауабы ол қабілет. Себебі егер адам өз қабілетіне қарап мамандығын таңдаса, ол өмір бойы өкінбей келеді. Жақсы, керемет. Себебі сол себепті білім алу қажет емес. Бастысы ол мал жаю, егін отырғызу, жиналдығын. Жақсы, керемет. Енді сіздерге қандай жауап? Белгілі бір кәсіптің иесі болу үшін міндетті түрде жоғарғы оқу білім алу. Менің ойымша, себеп тілесең, сол өмір бойы жоғарғы оқу орнында оқып білгеніңді өмірде сен оны
практика ретінде қолданасың. Жақсы. Екінші бар ма тағы келесі жауап? Кәнеки кім оқып береді? Айтады. Қалай дайындалдыңыз? Еңбек саласы нәрсесінде бәсекелестік туралы не білесің? Еңбек саласында үнемі бәсекелестік болады, себебі де еңбекте болатын әр жерде бір-бірімен бәсекелесіп, оның арқасында одан да үлкен жетістіктерге жеткісі келеді. Рахмет, отырыңыздар. Так, келесі сіздерде. Адам өз мамандығын таңдаған кезде мені басшылыққа алу керек. Адам өз мамандығын таңдаған кезде басшылыққа өзінің ойындағы және өзінің қалайтын мамандығын таңдау керек. Себебі адам ол жұмысқа, ол мамандыққа барғысы келмей тұрса, онда ол және адамның бұл мамандыққа деген қабілеті болуы қажет. Жақсы. Тағы да? Жақсы адам болу үшін адам нені білу және үйрену керек. Жақсы адам болу үшін адамдар өз бойындағы жақсы қасиеттерді сақтап, адамгершілікті, шыншылдықты және көп тағы да жақсы қасиеттерді сақтап, оны қажет ету керек. Қажетінше қолдану керек. Жақсы. Тамаша балалар, тамаша. Барлық сұрақтарға бізде жауап берілген еді. Енді қазір осы тапсырма бойынша сіздерге баға беретін. Кәне, әр топқа сіздер баға бересіз. Бірінші мына топты бағалайық. Кәнеки, барлықтарыңыз бағаларыңызды қойыңыздар. Бағдаршамда қолдана отырып, баға қойыңыздар. Так, жақсы. Көтеріңіздер. Кәнеки, мына бірінші топты қалай бағалаймыз біз? Жақсы. Так, рахмет. Енді екінші топ сіздер қандай баға бересіздер? Рахмет. Екінші топты бағалайық қазір. Екінші топқа баға берейік. Кәнеки, қандай баға қойымыз? Жақсы, керемет, рахмет. Өйткені дұрыс, оларда өте сұрақтарға жақсы жауап берген еді. Енді үшінші топты бағалайық. Үшінші топқа баға берсек, барлықтарыңыз жасыл бағдаршамның түсін қойдыңыздар. Рахмет. Енді байланыс жасау үшін біз қазір сіздермен POPS формуласы бойынша жұмыс жасаймыз. Ең бірінші сөйлемде сіздер менің ойымша және мамандық деп осындай сөздерді қолдану керексіз. Екінші сөйлемді қараңыздар. Себебі мен оны былай түсіндіремін, мамандықтың деп жалғастырасыздар. Үшінші сөйлемде сіздер оны мен мына мысалдармен дәлелдей аламын, және соңғы сөйлем осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім деп сөйтіп аяқтайсыздар. Кәнеки, әр топтан бірнеше не болмаса бір оқушы шығуға болады. Тағы да бізде ең белсенді екінші топ болайын деп жатыр. Кәнеки, шығыңыздар. Қалған топтарымыз мұқият тыңдайды және өздерінің жауаптарын. Менің ойымша, дәрігер мамандығы ең қиын және маңызды мамандық болып саналады. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Қазіргі таңда дәрігер мамандығы өте адам өмірі үшін қажет. Мысалы, COVID-19 шыққаннан кейін дәрігер мамандығы өте адамға қажет және востребованный болды. Сұранысқа ие болды. Оны мен мына мысалдармен дәлелдей аламын. Адам өмірі өте қымбат болып келеді және де әрбір сен ауырған сайын немесе жарақат алған сайын сен дәрігерге барасың. Сол себепті де дәрігер мамандығы өте маңызды деп санаймын. Осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Осыған байланысты дәрігер өте сұранымды мамандық және өте қиын. Сондықтан дәрігер болу үшін көптеген мәліметті көптеген еңбек алу керек. Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Рахмет. Сіздердің менің түсінігімше сіздер дәрігер мамандығын таңдап тұрсыздар, болашақта ала жасын. Жақсы, керемет. Рахмет сіздердің жауаптарыңызға. Рахмет. Отырамыз. Так, келесі екінші топтан шықты бізде балалар. Бірінші топтан кім шығады? Келіңіздер. Да, сіздер қандай? Мен ойымша мұғалім мамандығы өте қажет.
Себебі мен оны былай түсіндіремін. Егер де мұғалімдер болмаса, онда адамда сауаттылық та болмайтын еді. Және ешкім оған сабақ үйретпейтін еді, білім болмайтын еді. Оны мен мына мысалдармен дәлелдей аламын. Егер адам сауаттылығы болмаса, ол болашақта мысалы жақсы табыс таба алмауы мүмкін. Ол өз-өзін көрсете алмай алады. Жақсы. Болды ма? Рахмет. Так, келесі енді бізде соңғы үшінші топ қалды. Сіздер қандай пікір айтады екенсіздер бүгінгі сабақ бойынша, бүгінгі тақырып бойынша? Менің ойымша құрылысшы ең қиын және жауапкершілігі мол мамандық. Себебі егер адам осы неде әлемде адамдар одан сайын көбейіп жатыр, оларға баспаналары аз және керекті үйлер ғимараттар аз. Соның арқасында құрылысшылар неше түрлі ғимараттар, үйлер салады. Құрылысшылардың арқасында біздердің баспанамыз және тұрақты Оқитын ордамыз бар. Рахмет, жақсы, отырыңыздар. Ал, жақсы балалар. Енді барлықтарыңызға 3 топқа да міне осы тапсырма бойынша мен міне осы алтын кілтті жалпылай ұсынамын. Жақсы ма? Келісесіздер ме? Рахмет. Енді үй жұмысына сіздер үйде мен таңдаған мамандық атты эссе жазып келесіздер. Ал бүгінгі сабаққа енді қорытындылай келе бағаларымыз бізде Әсемай және Диляра 5, яғни 10 ұпай, кім Бағдат Шыңғыс сіздерге 7 ұпай, Диана мен кім Әсем сіздерге 10 ұпайдан, Дархан Әлиақпар сіздерге 7 ұпайдан. Так, мына жерде бізде Аружан, Милей, Ерасыл 10 ұпайдан, Қайсар, Нұрсұлтан сіздерге 7 ұпайдан баға қоямын. Жақсы, онда сабағымыз аяқталды, тұрамыздармыз. Сау болыңыздар.